облысының ауыл тұрғындарына тамаша жаңалық. Дәл қазіргі сәтте сіздердің елді мекендеріңізге осындай жылжымалы дәріханалар аттанайын деп жатыр. Бұнда дәрілердің бағасы өте қолжетімді. Толығырақ біздің бейне материалдан көріңіздер. Еске салайық, бұған дейін ауыл тұрғындары барлық қажетті дәрі-дәрмекті аудандық ауруханалардан сатып алатын. Ол үшін ұзақ жол жүру керек. Сондықтан 3 жыл бұрын облыста жылжымалы дәріханалар іске қосылды. Қазір 9 мобильді дәріханалар қызмет көрсетеді. В 2020 году пока 2 приобрели. 2020 жылы біз мүмкіндігімізше 2 жылжымалы дәріхананы іске қостық. Олар облысымыздың ең шалғай елді мекендерінде, Ұлытау және Ақтоғай аудандарына жіберілді. Ақтоғай ауданында тіпті бірде-бір коммерциялық дәріхана болмаған. Сол себепті осындай мобильді дәріханалар шалғайдағы ауыл тұрғындары үшін өте маңызды. Денсаулық сақтау басқармасы облыстың медициналық ұйымдарында дәрі-дәрмектің жеткілікті екенін айтты. Достар, енді ең танымал дәрі, парацетамол дәрісін сатып алып көрейік. Бағасы қанша екен? Бағасы 60 теңге. Мәссаған, қалалық дәріханаларда парацетамолдың бағасы 100 теңге. Арзан? Арзан. Олар қуана-қуана болады, арзан екен деп, сироптар, жаңағы парацетамол бағасын естіп, кәдімгідей шок болады да, бағасын қалай деп. Біз қаладан 150 теңгеге алдық, 120 теңгеге алдық деп атады. Қуанып жатады, наоборот, арзан деп. Келіп тұрыңыздар, апта сайын, 2 апта сайын деп. Омикронның Қазақстандағы айналымы және облыс тұрғындарының басқа қалаларға жиі қатынауына байланысты Қарағанды облысында вирустың таралу қаупі жоғары. Сондықтан жылжымалы дәріханалардың жұмысы өте маңызды. Енді аталған дәріханалар барлық елді мекендерге арнайы кесте бойынша барады. Оны әлеуметтік желілер мен облыстық денсаулық сақтау басқармасының ресми сайтынан көруге болады.